Саламатсыздарма? Біз Алихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы техникалық колледжінің менеджмент мамандығының 2-ші курс студенттеріміз. Бүгінгі біздің таңдаған стартап жобамыз Смарт білім орталығы деп аталады. Пән оқытушысы Мамырбаева Шолпан Серікжанова, ал орындағандар Амангелдинова Дильназ, Аскарова Амина, Шакипекова Аида. Стартап жобамыз Смарт білім орталығын сіздерге Canvas моделі арқылы ұсынатын боламыз. Ең бастапқы кезде басты құндылықтар. Басты құндылықтар болашақ талапкерлер мен түлектерге мамандықтар туралы түсінік беру. Жастардың бос уақыты мен шығармашылығын қолдау. Мамандық таңдауға жәрдемдесу. тұтынушылардың сегменті, яғни біздің тұтынушыларымыз бұл 3 және 16 жас аралығындағы жасөспірімдер және 16 мен 20 жас аралығындағы түлектер мен студенттер. Яғни бұл біздің орталық, біздің жастарымызды өзін-өзі жан-жақты ынталандыратын орталық болып табылады. Өзара әрекеттесу арналары. Біз тұтынушылармен әлеуметтік желілер, жарнама және визит карточкасы арқылы қарым-қатынас орнатамыз. Клиенттермен қарым-қатынас. Біз клиенттердің көңіліне шығуға тырысамыз. Түрлі жеңілдіктер, қызықты іс-шаралар, конкурстар жайында хабарламалар жіберіп отырамыз. Клиенттерден кері байланысты әлеуметтік желілерден алуға тырысамыз. Кіріс ағыны. Мамандыққа дайындау тестілері, тіл үйрету курстары, интеллектуалды дамыту бизнес ойындары және вендинг автоматтары. Бұның барлығы тиімді әрі қолжетімді бағада. Негізгі ресурстарға жиһаз, оқу әдістемелік құралдар, интеллектуалды үстел ойындар, техникалық құрал-жабдықтар, интернет желісі, мамандар және әлеуметтік серіктестер жатады. Негізгі әрекеттер: мамандар табу, әлеуметтік серіктестерді іздеу, мастер-класс, тренинг жүргізу, конкурстар мен ашық есік күнін өткізу, идеяны бөлісу арқылы жүзеге асыру, қашықтықта оқыту және ұтыс ойындарын өткізіп тұру. Негізгі серіктестер. Біздің негізгі серіктестеріміз бұл қала мектептері, жастар орталығы, қоғамдық ұйымдар, әкімшілік және мамандар. Шығындар құрылымы бізде аренда, коммуникалық төлемдер, мамандар еңбегі, вендинг автоматы, техникалық құрал-жабдықтар, қашықтықтан оқу платформасын құрайды. Бүгінгі біздің стартап жобамыз сіздерге Canva арқылы ұсыну болып табылады және бұл жүзеге асты деген ойдамыз. Назарларыңызға рахмет.